Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай сырный лепешки дайындайтын боламыз. Барлық ингредиенттерді экранда жазып қалдырдым, описанияға да жазып қалдыратын боламын. Дәл видеода көргендеріңізде ыдысымызға жылы су мен сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды, қант және дрожжаны салып, оны да тағы бір рет араластырып, ұнымызды біртіндеп саламыз. Әркімнің ұны әртүрлі болуы мүмкін. Қамырымызды дайындап алдық. Енді бөлме температурасында тұрған сары май немесе маргаринмен осылай 5 минуттай иілеп, 40-45 минутқа ашытуға қоямыз. Начинканың құрамын экранға жазып қойдым, описанияға да толығымен жазып қоятын боламын. Тестамызды дайын, менде осындай 4 нан шықты. Ал енді дәл видеода көргендеріңіздей нанды осылайша кесіп алатын боламыз. Ал енді алдын ала дайындап алған сырларымызды осылайша сызықпен қойып шығамыз. Ал енді сырмен дайындап алған осылай төртбұрыштардың ішіне начинкаларымызды салып, толтырып шығатын боламыз. Нанымыздың шеттеріне жұмыртқа жағып, 20 минуттай қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне дайын болған нанымыздың үстіне бір қасықтай сары май немесе маргаринді жағып, нанымыздың үстіне осылай теркадан шыққан сырды салып, тағы 2 минуттай отқа қойып аламыз. Міне сонымен сырный лепешкамыз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Балдарыңыз өте қатты ұнатып жейтін болады. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздер де дайындап осы рецептпен балдарыңызды қуантыңыздар. Видео соңында лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.